Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді бисквит дайындаймыз. Бізге керегі 30 грамм картофельный крахмал, 1 чайная ложка разрыхлитель, 1 чайная ложка ванилин, 7 жұмыртқа, 60 грамм май, 180 грамм құмшекер, 80 грамм сүт, 220 грамм ұн қажет. Ыдысымызға жұмыртқамыздың барлығын салып аламыз. Миксерлейміз. Құмшекерімізді салып, миксерлейміз. Жақсылап әппақ болғанша миксерлейміз. Енді үстінен ванилинімізді салып араластырамыз. Үстінен крахмалымызды салып араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Майымызды құямыз, үстінен араластырамыз. Енді ұнымызға разрыхлителімізді салып араластырамыз. Ұнымызды 3 бөлікке сала отырып миксерлейміз. Жақсылап барлығы бір келкі болғанша миксерлейміз. Бізде осылай масса болады. Қою емес, сұйық емес, осылай масса пайда болады. Пергамент қағазымызға құямыз. Менде 230 сантиметр. Пергамент қағазы өз формасын ұстау үшін суға бір жуып алсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскенін шпажка тығу арқылы білсек болады. Бізде осындай өте дәмді, әп-әдемі көтерілетін бисквит пайда болады. Өте жұмсақ. Барлықтарыңызға ас болсын.